Тағы жарылыс. Тірі күнде жер қойнауын игерген жұрт енді ақтық сапарлары да осы қара жер қойнауында. Ассалаумағалейкум, бұл шын тарих. Бүгін еліміздің кен өңірінде орын алған қасірет бірінші емес. Қазақстанның кен өндіріс тарихында болған қайғылы оқиғалар сонау 1957 жылдың 21 маусымында орын алған. Қарағандыдағы нөмір 4 заводтағы жарылыс 33 адамды алып кетті. 1994-тің 16 наурызы Қарағанды облысындағы Саран қаласының маңындағы Ақтас елді мекеніндегі шахтада көмір пластының өзінен өзі тұтануы өртке алып келеді. Оны сөндіруге арналған инвертті газ жүретін трубаның тесілуінің салдарынан болған жарылыс 11 құтқарушы өмірін жалмайды. 1999 жылдың 24 қазанындағы Қарағанды облысы Шахтинскідегі метан жарылысының салдарынан болған жарылыста 13 кенші қайтыс болды. 2004 жылдың 5 желтоқсанында Шахтинск шахтасында жарылыс болып, 23 адам жер астында қаза болды. Тағы да Ленин шахтасы, бірақ 2006 жылдың 20 қыркүйегінде болған апатта 41 адам қайтыс болған. 2008 жылдың 11 қаңтарында Абай шахтасында болған метанның жарылысынан пайда болған өртте 30 кенші қаза болды. Сол 2008-дің 2 маусымында Қарағандыдағы Тентек шахтасында көмір пластының жылжуына байланысты болған апат 5 адам өмірін жалмады. 2008-дің 12 қазанында нөмір 65 оңтүстік жезқазған руднигінде адамдарды жоғарыға көтеруге арналған 21 адамдық шектеуі бар құрылғыда 39 адам болған. 6 адам құлап мерт болды. 2016 жылдың Саран қаласындағы шахтада кеншілерді жоғарыға көтеретін арбаның тросы үзіліп, 3 адам сол жерде өліп, біреуі ауруханада көз жұмды. 2017 жыл 31 тамызда Қарағанды облысындағы Қазақстан шахтасында газ бен көмір ұйытқуынан 3 адам қайтыс болды. 2020 жылдың 30 желтоқсанында Ақтөбе облысы Хромтау ауданындағы Аралшы руднигінде жарылыс жұмыстарын жасау барысында 4 адам ыстиып өлді. 2021 жылдың 7 қазанында Абай шахтасында метан газының орасан зор мөлшеріне пайда болғаннан кейін 56 адам өздері қашып құтылып, екеуі алғашқы қорғану құралдарын пайдаланып сыртқа шықты. 6 адам қайтыс болды. 2022 жылдың 3 қаңтарында Шахтинскідегі Ленин шахтасында бұрғылау жұмыстары барысында метанның бөлуінен 5 адам мерт болды. Енді міне кеше ғана Костенко кенінде орын алған апатта 20-дан аса кенші мерт болды. Ол сан әлі өсуде. Бұл кен орындары ArcelorMittal компаниясына тиесілі. Кезінде жекешелендіру саясатымен жеке қолға өтіп кеткен компания басшысы Үндістан тумасы Лакшми Миттал. Ол мында өлген жұрт туралы білмейтін де шығар. Білсе де өткеннен сабақ алмайтыны көрініп тұр. Еліміздің пайдалы қазбаларын қазып пайдасын көріп, бізді пайдаланатын қайдағы біреулер, әйтеуір қазақ жұрты емес. Үрген иттің бетіне қарай алмайтын жасық мінез бізде қайдан пайда болды. Кен орындары бұлай тұрсын, тіпті аспанымызда ұшатын Air Астана компаниясының жартысы ғана қазекеңдердікі. Сол ұшақ қонатын Алматы әуежайы 100% түрік ағайындардікі. Біз сонда өз елімізде кімбіз? Ауруын жасырмайтын қазақи арнаға тіркеліп қолдау жаса.